Үміт балалар үйі облыстық білім басқармасының қолдауымен кезекті рет облыстың балалар үйлерінің тәрбиеленушілерінің қатысуымен үгіт-насихат топтарының байқауын өткізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, конкурстың мақсаты балалардың бойына патриоттық сезімін ұялату, олардың бос уақыттарын толтыру. На базе ОДК Қайнар кешенінде бұл байқау осымен 3-ші рет өткізіліп отыр. Сондықтан кешеннің басшылығына алғыс айтамыз. Үнемі біздің бастамамызды қолдап жәрдемдеседі. Кенжекөл отбасылық үлгідегі балалар ауылы өкілдерінің пікірінше, аталмыш іс-шара балаларды рухани құндылықтарды бағалауға әрі ұжымдасып еңбек етуге баулиды. У нас участвует 10 детей. Бүгінгі байқауға бізден 10 бала қатысып отыр. 5 ұл және 5 қыз. Олар 3-ші жыл қатарынан бұл байқауға қатысып келеді. Үгіт-насихат топтарының байқауы енді жаңғырып келеді. Мұндай конкурстың арқасында балалар патриоттық тәлім-тәрбие алады. Отанға деген сүйіспеншіліктер де қалыптасады. Айта кетейік, конкурсқа Қашыр, Кенжекөл, Павлодар, Қалқаман және Екібастұздың балалар үйлері қатысты. Байқау нәтижесінде бас жүлде Үміт балалар үйіне берілді. Бірінші орынға Қашыр, екінші орынға Кенжекөл, ал соңғы орынға Павлодарлық балалар үйі лайық деп танылды. Қалқамандық топ белсенді қатысқаны үшін мадақталды. Инара Бенова, Геннадий Дробец, арнайы жаңалықтар үшін.